Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге өте дәмді, көп затты қажет етпейтін, жасалуы да оңай, шай ішуге арналған, әсіресе кішкентай балақайлар сүйіп жейтін дәмді печеньенің рецебін сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен 2 жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезек шым-шым тұз салып, және де сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Дәмін келтіру үшін апельсин болмаса лимон цедрасын қоссаңыздар болады. Мен апельсин цедрасын қостым. Болмаса ванилин немесе ванилин қантын қоссаңыздар керемет дәм береді. Ендігі кезек ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қорсытқышты қосып, араластырып, електен өткізіп, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, менің каналымның ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ол үшін осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді қамырымызды қолымызбен дөңгелек пішінге осылайша келтіріп, кейін қант ұнтағына батырып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің печеньеміз дайын болды. Ішіне апельсин цедрасын қосқаннан кейін иісі де, дәмі де сондай керемет болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.